Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, сіздерге Жамбыл аудандық зағип және көзі әлсіз көретін азаматтар бөлімі кітаппен әлем шуақты жобасы аясында тактильді кітаптар топтамасын назарларыңызға ұсынады. Ой дамытуға арналған тактильді кітап бұл оқырманның ойлау қабілетін, сақ моторикасын, сезім мүшелерін және танымдық дағдыларын дамытуға бағытталған арнайы кітап. Мұндай кітапта әртүрлі тактильді материалдар, мата, жіп, фетр, түйме, жұмсақ қатты беттер, қозғалмалы элементтер, ашып жабу, байлау, жабыстыру, логикалық тапсырмалар, сәйкестендіру, санау, пішіндер мен түстерді ажырату қолданылады. Тактильді кітап оқырманға қолмен ұстап, сезу арқылы үйренуге, зейінін шоғырландыруға, есте сақтау мен қиялын дамытуға көмектеседі. Жұлдыз құрт, көбелектің балаң күйі, оның денесі жұмсақ, буым-буым болып келеді. Қан қыз, кішкентай, пайдалы қоңыз, түсі қызыл, үстінде қара нүктелері бар. Көбелек, әдемі жәндік, оның үлкен, түрлі түсті қанаттары бар. Сағат, уақытты көрсететін құрал, сағатта циферблат, сандар және тілдер бар. Пирамида, үш бұрышты қырлары бар пішін. Оның төбесі үшкір, ал түбі кең болады. Алма ағашы, жеміс беретін ағаш, жаз бен күзде домалақ, тегіс алмалар піседі. Моншақтармен санамақ, бір моншақ домалақ, екі моншақ қатар тұр, үш моншақ тізіліп, төрт моншақ жылтырап тұр, бес моншақ санап ал, алты моншақ қолмен сез, жеті, сегіз, тоғыз деп, 10 моншақ бәрі тең. Бау аяқ киімді бекітуге арналған жіп. Бау арқылы аяқ киімді мықтап байлаймыз. Павлин, әдемі үлкен құс, оның түсі жарқын, кейде қанатын ашып, таңғажайып құсқа ұқсайды. Өрмекші, кішкентай жәндік, ол тор тоқиды және тор арқылы жәндіктерді ұстайды. Ит, адамдардың досы болатын жануар, ол жүгіреді, ойнайды, кейде бізді қорғайды.